Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өзіме ұнайтын красный барқыттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, сұйық май, кефир, қант, какао, қопсытқыш және краска керек болады. Ең бірінші жұмыртқамызды жарып, араластырып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тортымызға керекті заттардың барлығын төменнен көре аласыздар. Ендігі кезекте сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне кефирімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы салмамыз дайын. Енді құрғақ салмамызды дайындап аламыз. Оның үстіне қопсытқыш какаоны салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған салмамызды енді жұмыртқалы салмамыздың үстіне салып, араластырамыз. Енді қызыл түске ену үшін оның үстіне краскамызды саламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Бұл 2 килограмм болады, 4 қожық шығады. Мен 22 сантиметрлік формаға салып, пісіріп аламын. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. 7-8 минутта піседі қожықтарымыз. Мінекей менің қожықтарым дайын болды. Жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Ендігі кезекте кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін сливкидің үстіне қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Негізі сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Мен қант қолдандым, өз қалауларыңыз бойынша. Креміміз дайын болған соң, оның үстіне маскарпонемізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Кремнің дайын болғанын осылай ыдысыңызды төңкеріп білуіңізге болады. Егер ыдысты төңкерген кезде креміңіз ағып кетпесе, демек сіздің креміңіз дайын деген сөз. Енді қожықтарымызды жинайтын боламыз. Мен ыдысқа кішкене крем жағып алдым, қожығым жылжымау үшін. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, нәзік торттардың бірі. Өз қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңыз бойынша семсеңіздер болады. Мен осылай ғана семдедім. Қалған қожықтарын ұсақтап, жан-жағына жақтым. Мінекей тортымыз дайын болды. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.